бұрын бәрін қолмен істеп, қолмен тасып, қолмен шығарып, бәрін білмей жүр екенмін шынымен бұрынғы немен. Уақыттан жеңесің біраз уақытқа. Мысалы, бір 10 адам істейтін жұмысты, 10 адам 10 күн жұмыс істейтін жұмысты, мына сіздердің аппараттармен бір күнде 2 адам шығып кете алады. Сондай дәрежеге жетуге болады. 10-15 есе жылдам, өйткені бір адам бір күнде 50 квадрат шкурт ететін болса қолмен, бұмен 250 квадрат, 300 квадратқа шкурт етуге болады жан-жағын. Сен өзің қызылсың ба или қызап? Жарайды. Бір күнде өзін ақтап шығамын ба? Ақтап шығатын шығар енді, объемына байланысты ғой, оның қандай жер істеген. Объем бар болып, жаңа объем бар болып таза өз істесе, ақтайды ғой өз ақшасын. Енді мына жердің бәрі отыр ғой. Кім істеген? Қайырлы күн достар. Бүгінгі әңгімеміз құрылыс саласындағы үшкүркі туралы болмақ. Бірақ мынандай ескі түр емес, мынандай заманауи үшкүркі аппарат туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Ол үшін біз осы аппаратты қолданып істеп жатқан мастерлердің пікірін білу үшін Қазақстройдың салып жатқан Мұратбаева Райымбек Батыр көшесінің қиылысында орналасқан 12 месяцев объектісіне келіп отырмыз. Осы жерден біз қазір Grand Capital компаниясының бригадирі Елзат Мырзадан сұхбатымызды алатын боламыз. Бұл жерде біздің 2 жылдан бері бірге жұмыс істеп келе жатқан серіктесіміз, өзіміз жақын араласып кеттік. Alma Mix Grand Capital то компаниясынан Елзат бауырымызға келіп отырмыз сұхбат алуға. Өзін таныстырып өтсең. Мен Grand Capital Comfort компаниясының, осы 12 Қазақстрой компаниясының 12 месяцтегі бригадирі болам, осы отделка жұмысы бойынша. Атым Елзат болады, осы жердің отделкаға бригадирі болып. Елзат, сен өзің құрылыста қанша уақыттан бері жұмыс істеушісің? 4 жыл шамасы болып қалды жүргеніме. 4 жыл, 5 жылдың көлемі болып қалды. Осы құрылыс саласында, осы именно отделка бөлімінде жұмыс істеп жүргеніме. Енді бастағаннан кейін, бізбен жұмыс істегеннен кейінгі өзгерістер қандай өзгерістер? Біздің құралдар пайдаланып қаншалық жұмыста өзгеріс бар сендерде? Өзгеріс 180 градусқа өзгерді десек те болады, өйткені бұрын бәрін қолмен істейтінбіз, қолмен шығаратынбыз. Қазір осы сіздермен танысқалы біраз жыл қалды ғой, бір жылдан көп, 2 жылдай уақыт болды сіздермен таныс жұмыс істеп жатқанымыз. Одан кейін біраз алдыға жылжыдық, шыны керек, Құдайға шүкір. Осы бұрын бәрін қолмен істеп, қолмен тасып, қолмен шығарып, бәрін білмей жүр екенмін шынымен бұрынғы немен. Бұрынғыдай ондай аппараттарды білмейді екенбіз. Сіздер келіп таныстырған соң біраз алға жылжыдық. Басқа алып келген тағы да новинка заттарымыз келіп жатыр. Оны да пайдаланамыз, Құдай қаласа. Осыған дейін де пайдаланып келдік. Біраз қол күшін жеңілдетеді және уақыттан жеңесің біраз уақытқа. Мысалы, бір 10 адам істейтін жұмысты, 10 адам 10 күн жұмыс істейтін жұмысты, мына сіздердің аппараттармен бір күнде 2 адам шығып кете алады. Сондай дәрежеге жетуге болады. Жаңа мен 2 жыл деп өтірік айтып қойыппын. Ол біздің фирманың ашылғанына 2 жыл, жұмыс істегенімізге негізі 1 жылдың үстінде болды. Жалпы бүгінгі Елзаттан алатын сұхбатымыз ол үшкүркі аппарат туралы болмақ. Әңгімеміз соған қарай ауыстырсақ, үшкүркі аппарат туралы. Мынау үшкүркі аппарат қолданып жүргендеріңе қанша уақыт болды? Үшкүркі аппарат қолданып жүргенімізге 1 жыл шамасы болды. 1 жылдай шамасы болды. Негізі қолмен істегеннен қалай артықшылықтар, кемшіліктерін айтып жіберсең? Қолмен істегендегі айырмашылық өте көп бұл жерде. Бұл жерде қазір айтайын, бұлай екі жақтан да ұтасын. Қолмен істейтін болса тёрканы аласың, наждагын аласың, омен бір адам төменде бойы жетпейді, еще одан тағы біраз нәрсе қалады, қолдың күші кетеді қаншама. Ал аппаратқа келдік, тек тоғын тарттың, болды өзінің жарығы, шамдары жанады жан-жағына, жеңіл, өзің регулировкасы бар өзің қай регулировка қоясың, қандай жер қалай, соны жеткізіп, баратын жеріне дейін барады, жоғары қарай 4 метрге дейін жете алады, алып кете бересің. Одан бөлек жан-жағында мусор қылмайды, жан-жағын мусорлап, құртып, шаңғып, ондай жоқ. Енді бұл сендер бұған бөлек шаң сорғысы қоспай істеп жүрсіңдер, өзінің шаң сорғысымен кішкентай. Одан кішкене шаң түседі енді. Егер бөлек шаң сорғысы қосып алған жағдайда бұдан мүлдем шаң шықпайды ғой. Сапасы жақсы дедік, жылдамдығы бәрін айттық, бірақ қанша есе жылдам негізі шындығында? Қолмен істегенге қарағанда қанша есе жылдам болды? 10-15 есе жылдам, өйткені бір адам бір күнде 50 квадрат шкурт ететін болса қолмен, бұмен 250 квадрат, 300 квадратқа шкурт етуге болады, жан-жағын алып кетуге болады. Енді өнімділігі тым жақсы екен, пайдасы да жақсы керек, бірақ
капризный емес пе бұл? Бұзылып қантышпейді ма жұмыс барысында? Бұзылғанда өзі мысалы қарап отырсаң, машинені алатын болсаң да моторын майын уақыт өте келе ауыстырып отырасың, майын 3,5 километрін ауыстырып. Сол сияқты бұл да техника болған соң ауыстыруға келеді. Мысалы бетіндегі наждағын ауыстырып отырасың, шетінде кететін ол техника ғой, ол не дегенмен шетінде щеткасын ауыстырып отырасың. Ол белгілі бір уақыттан кейін ол келдің ол бұзылып қала беретін, ондай көрген жоқпыз әлі, олай болған жоқ. Көбіне қай жер кетеді бұзылатын жерлер? Көбісі щеткасынан кетеді. Щеткасы қатты оборотта айналып тұрған соң, қатты балалар кейбір жерлер, грубый жерлер болады, сол жерлерінде қатты нагрузка басады. Сол кезде ішінде омоткаға щеткаға нагрузка түсіп, содан кішкене кетеді. Ол да бірден кетпейді, біраз уақыттың өтуімен кетеді. Жылдамдығы бәрі орнында. Щетка негізі 5 теңге тұрады ғой. Ол қанша уақытта кетеді щеткасы? Щеткасы бір 1000 квадраттан өткеннен кейін уже кетіп бастайды. 1000 квадрат, 2000 квадрат. Онда нормально, жалко емес. Сосын негізі көп адамдардың, біздің көп тұтынушыларымыздың сұрағы, тұтынушыларымыз емес, осы аппаратты алғысы келген адамдардың сұрағы бірінші, наждачный круг қанша квадратқа жетеді деген сұрақ қояды. Мен ойымша оған қабырғаға қалай жағылғаны, ливкастың, оның сместің құрамы, ол финиш па, 2 в 1 ба, соның бәрі әсер ететін болу керек. Сен өзің қалай ойлайсың, сендерде қанша квадратқа жетіп жүр? Қандай наждачный круг қолданып жүрсіңдер көбіне? 180-200 аламыз, 200 мелкий, 180 грубый. Мелкийін 200-ін сол 50-100 квадраттан бір ауыстырамыз. Ал грубый біразға шыдап береді, одан да көп. Сол кезде бір ауыстырамыз. Негізі мен өзім істеп көрмедім. Мен түсінімше қолмен істеген қараған наждачный круг көпке жету керек, өйткені бұда үлкен оборотта айналады ғой. Сол үшін қолмен істеген наждаққа қарағанда бұның наждағы кішкене көбірек жету керек қой. Негізі қолмен істегенде бір наждақ қаншаға жетеді өзі? Бір істеген кезде ол да стенаға байланысты қандай смесь жағылды соған да байланысты, грубый или әртүрлісі бар ғой, әртүрлі қосылған. Екеуінде бірдей қабырға дейік, аппаратпен, қолмен екі наждақ. Менше бірінші қолмен істеген наждақ бірінші тозатын сияқты. Қолмен істеген. Өйткені мына оборот көп, және бұлмен біраз жерді алып кете аласың. Қолмен істегенде бір 2-3 есе ұзаққа жетеді бұлмен. Негізі ақша дейміз, бірінші денсаулық қой, бұл кішкене болса да шаңды азайтады, денсаулыққа зияны аздау ғой. Негізі өздерінде ой жоқ па, пылесос бөлек жалға алсақ деген? Пылесосты мынандай квартиралар, подъездердің ішінде қолданамыз. Енді аламыз деген үміттеміз, енді заказ береміз, енді құдай қаласа жақын арада. Пылесос қолданған дұрыс, ең бірінші денсаулық, не дегенмен. Бірақ мынада шаңғиды, енді бірер жерлері жаңағыдай қатты толық сормайды. Не дегенмен жан-жақтары ашық. Жаңағыдай сіздердікіне пылесос алу керек, не дегенмен. Бірақ мына үлкен объемда жүрген соң, онда удержитель жетпейді, анамына бір-екі техникалық кемшіліктерге байланысты пылесос қазір алып жүру не вариант бізге. Аппараттың негізі максимум ұзындық қанша метр биіктікке дейін жетеді бұл сендерде? Адам тұрады, көтереді, 4 метрге жоқ жетеді ғой, 4 метрге. Адам бойы средний 1,70 деп есептеге. Одан биікті істей алмайсың, Одан биікке жетпейді, жаңағы аяққа. Ходулидің рекламасы кетіп қалады ары қарай, Енді артықшылықтарын айттық қой аппараттың. Жақсы аппарат, лампочкасы бар, пылесосы бар, өзі ұзын, биікке жетеді. Кемшіліктерін айта аласың ба? Қандай кемшіліктері бар? Оның кемшіліктері аппарат бұзылып қалған жағдайда балалар қолмен істегісі келмей қалады, шыны керек. Жұмыс тоқтап қалады, шыны керек. Енді мына жеңілге үйреніп қалған соң қайтадан қолмен объемда көрсете алмайды олар. Енді ол жағын бізде байқап жүрміз, өйткені бізге аппараттар кейде хабарласады, бригадирлері сатып алған. Аппараттың лампочкасы күйіп кетті деп таксимен салып жүреді, ауыстырып беріңдерші деп. Енді мишок жыртылып қалса, лампочкасы жанбай қалса істемей қойды. Бірақ осыған дейін қолмен істеппеген адамдар ғой, әбден үйреніп қойғанда жеңілге, ана шлиф машинка болмаса істемейді. Бұрынғыдай лампочка ұстап жүрмейді. Какой-то лампочкасы жанбай қойса істемей қойды. Сол кезде шыдамай кетеді ғой, срочно керек, тез жасап беріңдер, жұмыс тоқтап қалды деп. Қолмен істемейді, әбден үйреніп алған аппаратқа. Жарайды, онда Елизат мырзаға өзіміздің керек сұрақтарымызды қойдық, жауабымызды алдық. Енді аппаратты жұмыс барысында көрсек, сөйтіп жұмыс істеп жүрген адамның өзінен бір-екі сұрақтар сұрасақ,
жаңа что-то шаңдап жатыр дегенді естіп қалдым мен. Көрейік оның пікірі қалай істейді жүрген адам. Мына жігіттің біраз қанжығасы майланыпты. Міне қоқыстың бәрі осы мешекке жиналады. Шаңдамас үшін аузына не тағып де. Аппаратпен жұмыс істеу үшін қанша уақытта үйренуге болады? Ол үшін көп уақытта керек емес, 1-2 сағат қана. Қолдың икеміне байланысты. 2 сағат. Мынау негізі тағып алғаннан шаң өтпейді ма? Қаншалықты көмектеседі? 80% көмектесе алады. Әйтеуір сіңбірген кезде мұрнынан лай түспей ма? Жоқ, ондай түспейді. Мысалы, жаңадан алған адам қолдану барысында қандай кеңестер бересің? Бұны қабырған ойып кетпей ма? Бұны қалай істету керек? Қолдану уақытында бұның өзінің деңгейі болады. Бірінші, екінші. Мен өзім 4-ші жылдамдығында істеймін. Сондықтан 4 немесе 2 немесе 3. Өзіне ыңғайлап қойым, ол қорқыншы, басудың да қажет жоқ, аппараттың өзінің салмағымен өзі ала береді. Бұрыштарға қанша сантиметрге дейін жақындайды бұл аппарат? Ары кетсе 1 сантиметрге дейін жақындайды. Адамның өзіне байланысты 1-2 сантиметр. Негізі заводта бұны бұрышқа максимал түрде жақындау үшін маңдайын әдейі алым салынатын жасаған ғой. Бірақ тек маңдай ғана да оның шет жақтары алынбайды. Сол үшін ыңғайсыздау керек. Сендер оның маңдайын алып қолданасыңдар ма, жоқ, осылай істей бересіңдер? Қолданамыз маңдайын. Енді бұл жігіт кішкене жаңадан істеп жүрген керек. Профессионал шақырайық. Профессионал. Өзін айтшы, тоқетерін айтшы. Бұл бұрыштарына енді кішкене қиындықтар болады бұрыштарында. Кішігірім ғана, бірақ енді особо не емес. Ол жерлерін қолмен істей салуға да болады ғой. Бұрыштары болғанда бір комнатада получается 4 бұрыш болса, бір адам мәшин жарты сағаттық, 1 сағаттық жұмысы қалады. Бұның маңдайын біз шынына келгенде шешпедік әлі. Реально шешпедік оның маңдайын. Бірақ қалады. Где-то 1-2 сантиметр қалады где-то, Сосын, демек, бұл аппаратпен күніге 250-ден көп істеуге болады ғой, Өйткені сендердің жаңа 250 квадрат дегендерін шүкіркілеп болғаннан кейін қойып, бұрыштарын қолмен істеп шығу керек қой. Соған жарты күн уақыт кетіп қалады тағы да. Егер тек осы аппаратпен тоқтамай істесе, бір күнде қанша істеуге болады? Мысалы, осы қазір тұрған жеріміз қанша квадрат, осыны қанша уақытта бітіріп жүрсіңдер? Біз бұны алып айтса бізге бір күндей кетеді. Неге десеңіз, бізде трубалар бар, мінекей, бұрыштар бар қаншама. Мына трубалардың артына аппарат кіргізе алмаймыз, өкінішке орай. Сол сияқты бұл жерде есік жоқ, ар жақта есік бар комнаталарда, осындай жерлерде де бар. Есіктерге де жақындамайды балаушы айтса. Мындай тегіс жерлерге келеді до конца. Сыртқы бұрыштарға келеді, ал ішкі бұрыштарға жақындай алмайды өкінішке орай. Оған бір адам артынан жүру керек болып қалады. Егер тегіс қабырғаларды шүкіркілейтін болса, қанша квадрат бір күнде істеуге болады? Шамамен бір 500-ге жақындау болады шығар. 500-ге, тоқтамай ұратын болсам. Осыны алып істеуге басқаларға кеңес бересіз ба? Қанша табыстауға болады осымен? Білмедім енді, оны қанша табыстауатынын білмедім енді соны. Айтсам біліп қоя ма елдер? Ақшам санап кетеді. Енді нормально объемына қарай бір күн, жарты күн, бір ай. Ақтайды шығар сол бір күнде сол. Бір күнде өзін ақтап шыға ма? Ақтап шығады шығар енді, объемына байланысты ғой, оның қандай жер істеген. Объем бар болып, объем бар болып таза өз істесе, ақтайды ғой өз ақшасын. Бірақ құрылыста тек шкурканы ғана істеуге болады ма, Елзат? Болады, шкурканы ғана алып істеуге болады, Бізде бірақ көп жерлерде, бізде емес енді, бірақ көп жерлерде не ғой жаңағыдай. Левказымен бірге алады ғой шкурканы, получается. Сол бірге албаған адамдар шкуркаға бөлек адам жалдайды ғой дейме, таппай келеді. Бізге әйтеуір келгендер шкурка аппаратты көріп, әкесін көргендей қуанып, әйтеуір риза болып кетеді ғой. Шкуркаға адам таппай жүретін жақсы болды деп. Бөлек беретіндер де болып тұр ғой. Көбінесе жаңағыдай левказбен бірге алады, и былай алатындар да бар негізі.
жоқ шкуркеге адам табу шынымен қиын ба? Қолмен Иә. шкуркілейтін болса егер. иә енді ол қиын жұмыс та, бір жағынан көзге көрінбейді, шынымен аппаратқа не істейтіндей көзге көрінбейді, бірақ қиын жұмыс қой ол шкурка. Адам табу кішкене қиындау, иә. Енді мына аппаратты енді біліп жатса, көріп жатса, адамдар алып жатса, енді білмедім мен. Көбеюі мүмкін шығар. Жалпы құрылысшылардың еңбегін бағалау керек, иә? Солардың арқасында ғой тұрып жатқан үйіміз, офис болсын, кез келген құрылыс объектілері сол құрылысшылардың арқасында бітіп жатыр. Бұл жерде әр жұмыс шын мәнісінде көзге көрінбейді, бірақ денсаулыққа зиян жұмыстар. Шкурка, анау тыныс жолдардың бәрін бітеп қалады. Көзіңе кіреді, тестестің бәріне кіреді. Бірақ енді заман дамып келе жатыр, технология дамып жатыр. Осындай құралдардың арқасында құрылысшылардың жұмысы жеңілдейді деп ойлаймыз. Табыстары да артатын болу керек. Өздерінде қалай осы аппаратты қолданғаннан кейін кішкене табыстарын артып жатыр ма? иә, артып жатыр енді, жақсы жағына қарай енді иә. Сонымен бүгінгі сұхбатымызды аяқтаймыз. Сұхбат сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егерде сіздер түсінбеген жерлері болса, комментарийге міндетті түрде жаза кетіңіздер. Біз сіздерге жауап беретін боламыз. Егерде аппараттың айтылмайған жерлері болса, оны келесі видеомызда толық обзор жасайтын боламыз. Офисте өзіміздің магазинде ашып, шашып, көрсетіп. Сіздермен болған мен Қуанбай Ерназар және Alma Mix компаниясы Grand Capital. Рахмет жігіттер, сіздердің ілгері болсын, жұмыстарын жемісін көріңдер. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Сіздерге де рахмет, көп. Рахмет, осындай аппараттар алып, алға қарай дами беріңіздер. Рахмет көп. Жақсында.